Сіз адамдардың ойларын, ішкі сезімдерін, олардың әрекеттеріне не себеп болғанын түсінгіңіз келер ме еді? Ендеше бүгінгі видеода психолог мамандығына талдау жасайтын боламыз. Психолог бұл адамдардың ішкі әлемін зерттеуші. Ол тек адамдардың ақыл-ойының жұмысымен мінез құлықтарын зерттеу үшін ғана емес, нәтижесінде олардың өмір сапасын арттыру үшін қажет маман болып табылады. Көбі стереотиптерге сүйеніп, психологтарға тек психтар ғана барады деп ойлайды. Бірақ оларды емдейтін бөлек маман бар, бұл психиатр. Ал психологтар адам жанының дәрігері болып саналады. Қазақстанда психологтардың жалақысы 200 мың теңгеден тәжірибені артқан сайын 1 миллион теңгеге дейін баруы мүмкін. Ал егер жеке кәсіп ашып немесе корпоративтік секторға жұмысқа баратын болсан, онда сәйкесінше табысында жоғарырақ болады. Біз маманға сұрақ рубрикасына Қазақстандағы нөмірі 1 отбасылық психолог Ержан Мырзабаевты шақырған болатынбыз. Ол психология мамандығы жайлы бар шындықты ашып, сұрақтарға ашық жауап берген болатын. Сондықтан, егер сен болашақта психология мамандығын таңдайтын болсан, бұл видеоны қарап болған соң, қазір сол жағымда шығатын сілтемеге де өтіп, Ержан Мырзаның жауаптарын тыңдап кел. Психолог болу үшін келесі дағдыларды емденуің керек. Эмпатия, аналитикалық ойлау, тыңдай білу, коммуникациялық қабілет және стресске төзімділік. Бірақ сендердің психология туралы түсініктерін тереңірек болу үшін Геонлайнның 2023 жылғы түлегін ішкі грант иегерін сендердің сұрақтарына жауап беру үшін шақырған болатынбыз. Сондықтан видеоны толық қарап, психология мамандығы жайлы сұрақтарына жауабымды ал. Бәріне сәлем, мен атым Дүйсеканова Айдана, мен Семей қаласынан боламын. Геонлайнның 2023 жылғы түлегімін. Сол жылы мен ішкі грант конкурсына қатысып, қазіргі МНИ университетінде психология мамандығында оқимын. Негізі мен Геонлайнда енді сентябрьдан бастап болған жоқпын. Себебі мен ойладым, онлайн курстар ол не очень деп, енді офлайн курстарға барам деп. Сосын мен бір репетиторға барып жүрдім, бірақ та мен жоқ, ол кісі енді жаман болған жоқ, действительно. Көп жаздық, конспект болды, бәрі мәліметтерді берді, бірақ мен өзім оқыған жоқпын, өйткені ол мені тексерген жоқ. Сосын менде одноклассницам сол Амина бізге енді рекламировать етіп жүрді. Геонлайн, короче, осылай күшті. Просто тегін эфирға кіргенмін ғой, и сонда енді реклама болады ғой. Сол рекламаға мен что-то задумалась, сөйтіп алғанмын ғой. Сосын маған жазады, осылай ішкі грант конкурсы болады потом. Еще көріп тұрмын Казгю. Такая, блин, а я же Казгюға изначально хотела. Сосын думаю, жарайды, енді попробуй потом. Сөйтіп түс кеттім ғой. Негізі прям ондай история жоқ. Бірақ та менің жеңгем енді психолог болғандықтан біраз қызығушылығым болды. Және де 9-шы сыныптан бері мен сол психология мамандығын қарастырған болатынмын. Және де 11-ші сыныпта сол шешімді қабылдадым. Солай мен психолог мамандығына түстім. Негізі енді бірінші курста қызықты тарих секілді сабақтар болды ғой. Ол кезде енді мен түсіндім, енді мектептен кейін келе жатырмын ғой сол кезде. Бірақ та профильный сабақтар басталғанда менде біраз қиындықтар болды. Ойлағам, мүмкін менікі емес шығар деп. Сосын мен сабақ оқи бергеннен кейін менде қызығушылық туып, мен түсіндім, мүмкін ол менікі шығар деп. Негізі мен ата-анам қарсы болған жоқ. Олар мені наоборот қолдады. Бірақ та кезде сұрақтар енді болды әкемде. Енді әкем бухгалтер болған соң, ол менен сұрады, неге мен мысалы финансистқа бармайым, бухгалтерге бармайым, экономистке. Бірақ та мен өз таңдауымды өзім жасап, сөйтіп психолог мамандығына түстім. Енді бізде Казгюда негізі екі тілде психология мамандығын оқытады. Ол қазақ тілі мен орыс тілі. Бірақ та енді көп кітаптар енді орыс тілінде болғандықтан мен орыс группасына ауыстым. Ауысқанда мен сразу солай түстім енді орыс группасына. Өйткені мен білдім то, что кітаптар, бүкіл мәліметтер бәрі орысша негізі. Сол себеппен мен орыс группасына түстім. Енді менде сабақтар осындай болды. Возрастная психология, психология коммуникации, общая психология, психология личности, сосын познавательный процессы болды. Ондағы сен туғаннан бастап
өлгенге дейінгі психологиясын оқытады ғой, қандай кризистер болады, қандай жаста не болады, соның бәрі негізі өте қызықты. Енді көптеген сабақтар болып жатыр менде әлі күнге дейін, профильный, оңай деп айта алмаймын, бірақ та өте қызықты негізі. Егер де сіздер психологияны ұнатсаңдар, шынымен жақсы көрсеңдер, бір қызығушылық болса, сонда ғана түсіңдер. Себебі, мысалы, мен қазір 2-ші курста оқимын, жарты жылда, мысалы, менімен келген одногруппниктарым уже қазір жоқ, мысалы. Өйткені оларға ұнаған жоқ ол. Негізі бәрі ойлайды, что психология мамандығы өте оңай, психолог болу оңай, бірақ та ол олай емес, себебі шынымен де бұл бір ғылым ғой, енді оған да бір жанталасып оқу керек, бір жақсы маман иесі болу үшін. Психология мамандығына түсетіндерге мен айтар 3 кеңесім. Ол алдымен біріншісі ол еңбек таныта білу керек, еңбекқорлық яғни. Екіншісі ол шыдамдылық. Себебі әр моментте, әр кезде енді шыдам деген болу керек енді. Үшіншісі ол түсіністік таныта білу. Себебі психолог маманы өзіңді және өзгені түсіну қажет. Ал енді болашақ грант иегері. Сіздерге сәттілік тілеймін. Міндетті түрде осы жазда грантқа түсіңіздер, казгюға түсіңіздер, менің жолымды берсін енді. Сіздердің қолдарыңызда енді бәрі келеді. Мен сіздерге сенемін.